Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен механиканың екінші бөлімі динамикамен танысамыз. Яғни бізде механикада өткен сабақтан білесіңдер, үш бөлім бар, кинематика, динамика, статика дейтін. Енді біз өткен сабақта кинематикамен таныстық. Кинематика дегеніміз жаңағы денелердің қозғалсын, оның ішінде жылдамдығын, қандай жылдамдықпен жүрді, қандай уақыт құртты, қандай жол жүрді деген сияқты геометриялық қасиеттерін зерттесек, енді біз динамикада, яғни сол дененің қозғалуына қандай күш әсер етті, қандай дене әсер етті, не болды, не үшін қозғалды, яғни себеп салдарын қарастырамыз бұл динамикада. Және бүгін өтетін тақырыбымыз, осы динамиканың негізгі тақырыбы күш Ньютон заңдарымен танысамыз. Ендеше көп созбай бастайық. Жаңа айтқанымдай, динамика дегеніміз денелердің өзара әрекеттесуін, дене қозғалыстарының пайда болу себеп салдарын қарастыратын механика бөлімі. Яғни мына жерде мысал ретінде суреттер қойдым. Мысалға бір дене тұр, денені мына жаққа қарай сүйреп жатыр. Бір күш әсер етіп жатыр, и оған қарамағысы бізде екеуіз күшті әсер ететін сияқты. Әйтеуір бір дене бір-бірімен әсерлесіп жатыр. Және екінші суретке назар аударсақ, бір бала допты теуіп жатыр. Яғни доптың қозғалысына осы баланың күш салуы әсер етеді, соның себеп салдарын қарастырады деп мысал ретінде түсінікті болу үшін осы суретті салып қойдым. Кеттік. Енді бірінші танысатын нәрсеміз бізде күш. Бұл күшті әуелден білетін шығарсыңдар. Кәдімгі өмірде таныс нәрсе, бір баланың күші көп болады ғой. Бір адамға әсер еткен сияқты. Бұлда да дәл сондай. Яғни күш дегеніміз бір дененің екінші денеге әрекетінің сандық өлшемін сипаттайтын шама. Мысалға, мына бала мына денені итеріп жатыр, ящикті итеріп жатыр. Демек, әрекет етіп жатса, бізде күш пайда болады екен. Күш бізде физикада F әрпімен белгіленеді. Яғни ағылшын тілінде күш дегеніміз force, соның алғашқы әрпі F пен белгіленеді екен. Енді оның өлшем бірлігі бізде Ньютон, яғни күшті ашқан бізде Ньютон дейтін көкеміз бар, еңбегін сіңірген кәдімгі күшке. Сол Ньютон дейтін өлшем бірлігімен белгіленеді екен. Енді бізде күштің бағыттары бар. Қазір үш түрлі бағытын қарастырамыз. Бірінші бағытын былай қарастырайық. Бағыттас немесе қарама-қарсы болса, былай болады формуламыз. Ол кәдімгі логичный нәрселер, сонда да түсіндіріп өтейін. Қараңдар, мына жерде бір дене тұр, денені екі қыз итеріп жатыр. Яғни, мысалға, Аружан мен Назерке дейтін қыз итеріп жатыр, қараңдар мынаны. Не істейді? Мына күштің қорытқы күші қандай болады? Қорытқы күші тап дейді. Мына жерде F қорытқыны тап дейді. Не істейміз? Мына F1 мен F2-ні қосамыз ғой, яғни Аружанның күші мен Назеркенің күшін қосамыз, F қорытқыны табу үшін сонда не істейді екенбіз? F1 мен F2-ні қоса саламыз. F1 плюс F2. Сонда, қараңдар, бағыттас болса, былай болса, бағыттас болса, екі күшіміз қосылады екен, осыны есте сақтаймыз. Яғни бұл кәдімгі логичный нәрсе ғой. Бір денені итерсеңдер, яғни жеңіл болады, жеңілірек болады. Демек, екі күш қосылады екен. Ал енді келесі бізде қарама-қарсы болса, қараңдар, екі дене бір-біріне қарама-қарсы. Мысалға, Дәурен мен Айдос бір-бірімен арқан тартысып жатыр. Кімнің күші көп деген сияқты. Мысалға, Айдостың күші 25 ньютон болсын, 25 ньютонмен тартып жатыр. Ал Дәурен бізде 20 ньютонмен тартып жатыр. Енді мына жерде кімнің күші көп? Әрине азайта саламыз, 5 ньютонмен мына қарай жылжиды, жаңаға кімнің күші көп кім еді? Дәуреннің күші ме еді? Соның күші көп, F1-дің күші көп. Қараңдар. Мына жерден F қорытқыны тап десе, F қорытқы тең дейміз. F1 минус F2, яғни үлкеннен кішісін азайта саламыз. Түсінікті ғой. Кімнің күші көп, сояқ қарай қозғалады. F қорытқы дейтін сол. Қорытындыдан арқан қаяқ қарай жылжиды. Соны анықтайды. Сонда екеуін азайта саламыз бұндай жағдайда, яғни қарама-қарсы болған жағдайда. Түсінікті ғой. Енді кеттік. Келесі бізде перпендикуляр болса, яғни мына денені біреу жоғары көтереді, біреу жанға қарай тартады. Жоқ, мына жаққа апарайық, жоқ, мына жаққа апарайық деп. Екеуі бір-біріне 90 градус жасап жатыр, қараңдар. 90 градус жасаса, не істейміз? Оны білесіңдер, кәдімгі Пифагор теоремасымен шығара саламыз. Қараңдар, жоғары қарай битсін, 3 ньютонмен көтерсін. Там төмен қарай 4 ньютонмен көтерсін. И F қорытқыны тап дейді. Біткен 3 бұрыш ретінде қарастыра салсаңдар болады. F қорытқы дейміз, тең, не істейміз? Екі күштің квадраттарының қосындысын түбір астына аламыз, түбір асты дейміз. 3-тің квадраты бізде 9 плюс 4-тің квадраты 16. Қоссақ 25 түбір астынан 5 ньютон болып шығады, 5 ньютон. Демек, F қорытқымыз 5 ньютон деп осылай тауып алады екенбіз. Формуласын жазып қойайын, қараңдар. F қорытқыны табу үшін перпендикулярда
түбір астына аласыңдар, Пифагор теоремасы ғой. F1 плюс квадрат бар. F1 квадрат плюс F2 квадрат. Мына осылай табасыңдар. Кеттік. Келсеңде бізде кез келген бұрыш үшін жаңа 90 градуста жатады бұның ішіне. Мысалға 120 градус болсын, мына жер 120 градустан. Кез келген бір бұрыш ретінде қарастыра салып бір альфа болсын, давайте. Осыдан қорытқы күшті тап десе, не істейміз? Косинустар теоремасына ұқсас бізде бір формула бар. F қорытқы тең дейміз. Қараңдар, дәл солай түбір астына аламыз. Қараңдар, F1-дің квадраты қосылған F2-ның квадраты қосылған 2F1 F2 көбейтілген косинус альфа. Мына жерде альфа деп отқанбыз, мына жердегі бұрыш, мысалға 120 болса, мына жерге 120-ны қоясыңдар. Ал F1 деп отқанбыз, там мына жердегі күш, F2 деп отқанбыз, мына жердегі күш деген сияқты қарастыра саласыңдар. Түсінікті ғой. Ендеше кеттік. Есеп шығарайық. Бірінші есепте былай дейді. Арқан тарту жарысына 4 адам қатысады екен. Арқан тартысып жатыр, яғни 4 адам. Олардың екеуі, қараңдар, екіге бөлініп тартып жатыр. Екеуі мынадай ньютон күш дейді. Екеуінің күшін беріп қойды. Так, сурет салып көрсетейін. Былай болсын, 2 адам тұр. Сурет салудан масса емес, мен келіп салып қойайын. Арқан болсын, давайте. Екеуі екі жақты тартып жатыр. Осылай екіге бөлініп тартып жатыр екен. 4 адам қатысты дейді, олардың екеуі мынадай ньютон күштері түсіп оң жаққа дейді. Яғни оң деп отқанымыз, тек мына жерге түсінікті болсын бүйтіп салайын. Оң деп отқанымыз міне, оң жақта неше екен? F1 мен F2-міз 250 екен, 250 ньютон, және екінші адамдікі 200 ньютон екен, 200 ньютон. Күштері түсіріп оң жаққа, ал қалған екеуі дейді 350 ньютон дейді біреуінікі. Ал мынау кішкентай баланыкі 50 ньютон екен. Күші аз, 50 ньютон. Күштері түсіріп сол жаққа тартады, сол жаққа. Тең әсерлі күш және арқанның қозғалу бағыты. Мына арқан, яғни қайтып жеңеді деген сияқты ғой. Мына жерде не істейміз? Қорытқы күш табамыз. Мына қанша ньютон күшпен тартады? Яғни қосамыз, екеуін. Сонда екеуін қоссақ, 350-ге 50-ді қоссақ 400 ньютон. Яғни мына жерде қорытқы күш 400 ньютон. 400 ньютонмен сол жаққа қарай тартып жатыр. Ал оң жаққа қарай мына екеуін қоссақ 450 ньютонмен тартады, мына екеуі. Яғни мына жерден не түсінеміз? Кімнің күші көп, сол жеңеді, Демек, оң жақтағы топтың күші көп. Яғни оңға қарай қозғалады арқанымыз. Мына жерде солға дегенді тұтаймыз, солға деген вариантты. Демек, бізде мынау көп болып тұр ғой, оңға қарай қозғалады. Стрелка салып қойын, оңға қарай қозғалады. Себебі мына топтың күші көп. Және не дейді? Тең әсерлі күш дейді. Тең әсерлі күш бізде 450 ньютон. Ондай жауап бізде міне В вариантында тұр. 450 ньютонмен 450 ньютон деппін ғой. Мына жерде азайтамыз. Неге? Себебі қараңдар, мынау 400 ньютонмен тартып жатыр. Ал мына жаққа 450 ньютонмен тартып жатыр. Демек, не істейміз? Екеуі бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан F қорытқы тең F1 минус F2, яғни үлкеннен кішісін азайтамыз. 450-ді 400 азайтсақ, қанша болады? 50 ньютон болады ғой. 50 ньютонмен оң жаққа қарай қозғалады. Түсінікті ғой. Жаңағы мынау ғой. Қарама-қарсы болса, не істейміз дедім? Азайтамыз дедім. Дәл соны мына жерге қолданып жатырмын. Сонда жауабымыз 50 ньютонмен оңға қарай қозғалады екен. Кеттік, келесі есеп. Өзара перпендикуляр 30 және 40 ньютон күштерінің әсерінен дене қозғала бастады дейді. Тең әсерлі күштің мәні. Яғни перпендикуляр дейтін бізде 90 градуспен. Былай, жоғары қарай мысалға 30 ньютон болсын, төмен қарай 40 ньютон болсын. Тең әсерлі күштің мәні, яғни F қорытқыны сұрап жатыр. F қорытқы, не істейміз? Пифагор теоремасына сала саламыз. 30-дің квадраты қосылған 40-дің квадраты. Түбір астына аламыз. Тең болады дейміз. 30-дің квадраты 900 қосылған 1600. Түбір астына аламыз. Қанша шығады? 2500 бізде түбір астынан. 50 шығады ғой. 50 ньютон. Ондай жауап А вариантында тұр. Кеттік. Келесі есеп. Бір нүктеге түсірілген F1 3 ньютон дейді, және F2 5 ньютон күш векторлар арасындағы бұрыш 180 градус дейді. Осы күштердің тең әсерлі күші. Яғни былай ғой. 180 дейтін былай. Тік емес пе? F1-іміз 3 ньютон дейді. Міне қарай тартып жатыр. F2-іміз 5 ньютон дейді. Осылардың F қорытқысын тап деп жатыр.
яғни үлкеннен кішісін азайта саламыз. 5-тен 3-ті азайтсақ 2 ньютон шығады. F қортқы. Бұл логичный. Міне, В вариантында тұр. Так, келесі бізде Ньютонның бірінші заңы. Қараңдар, Ньютонның бірінші заңын анықтау үшін мынадай зерттеу жүргізеді, тәжірибе жүргізеді. А жағдайында бір төмпешіктің астына қарай құм төсейді екен. А Б жағдайында мата қояды екен, В жағдайында бір жылтыр дене, яғни мұз ретінде қарастырайық. Қараңдар, А жағдайында бір шайды төмпешіктен жіберіп қояды. Ол кетті құмның басына келіп тоқтап қалады. Неге? Себебі бұл жағдайда құмның кедергі күшінің әсерінен тоқтап қалады екен. Ал Б жағдайында мата болады, ол жаңа құмның тоқтаған жерінен асып барып тоқтайды. Неге? Себебі бұл жағдайда матаның кедергі күші азырақ болады жаңа құмға қарағанда. Құмнан сол себепті асып барып тоқтайды. Ал В жағдайында ұзақ жол жүреді екеуінен де. Себебі бұл жылтыр денеде, яғни мұздың үстінде үйкеліс күші өте аз болады, сондықтан ол ұзақ жол жүреді. Сосын Ньютон мынадай қорытындыға келеді екен. Егер денеге басқа денелер әсер етпесе, яғни жаңа кедергі күштері әсер етпесе, басқа күштер әсер етпесе, ол бір қалыпты түзу сызық күйін сақтайды. Яғни ол шексіз жүре береді деген сөз ғой. Бізде мысалға мына жерде құмның кедергі күші, матаның кедергі күші, жаңағы мына жерде жылтыр дененің бір шамал күші, кедергі күші болады, үйкеліс күші, яғни солардың әсерінен ол тоқтап қалады екен. Жаңағы ауаның кедергі күштерінің, басқа да кедергі күштерінің әсерінен тоқтап қалады. Ал егер де оның бәрі болмайтын болса, бізде жер бетінде ол түзу сызықта бір қалып кете береді, шексіз болып жүріп. Түсінікті ғой. Сондай қорытындыға келеді. Ал кәдімгі тестта келетін негізгі анықтамасы былай. Егер денеге басқа денелер әсер етпесе, немесе олардың әсерлері бірін-бірін теңестірсе, онда дене тыныштық күйін, немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс күйін сақтайды. Яғни денелер тыныштық күйінде барлық күштердің қосындысы бізге 0-ге тең болады деп айтып тұр ғой, міне. Тыныштық күйінде 0-ге тең болады. Егер тестті былай деп сұраса, Ньютонның бірінші заңымен анықталатын математикалық өрнек десе, міне тұр. Барлық күштің қосындысы бізге 0-ге тең болады. Осыны біліп жүреміз. Енді кеттік. Келесі бізде Ньютонның екінші заңы. Енді көптеген есептер осы Ньютонның екінші заңымен келеді. Оның анықтамасы былай. Дененің үдеуі оған әрекет ететін күшке тура пропорционал, ал дененің массасына кері пропорционал болады. Яғни үдеу деп отырғанымыз А, А тең болады. Оған әрекет ететін күшке тура пропорционал деп отырғанымыз алымында F, бөлімінде масса кері пропорционал, бөлімінде M, яғни масса. Сонда мына формула ғой, үдеу осылай анықталады екен. Яғни күшті бөлеміз массаға. Осыдан күшті тапсақ, мына формула мына жерден шығып тұр ғой, F тең болады MA деп. Күшті массаға бөлсек, үдеу шығады екен. Бұл Ньютонның екінші заңы. Яғни күш бар жерде үдеу бар деп айтқысы келеді ғой. Мысалға, мынауға бір қатты күшпен теуіп жерде, демек бұл денеміз үдемелі қозғалады. Осылайша тұжырымдалады екен. Ендеше, және де Ньютонның екінші заңында былай, барлық күштердің қосындысын, мынаны айтып кетейін, барлық күштердің қосындысын м-ға теңестіреді. Яғни барлық күштер оған әсер ететін, тарту күші болсын, үйкеліс күші болсын, кедергі күші, тағы да бір басқа да күштердің барлығын қосындысын м-ға теңестіріп шығара береді екенбіз. Осы Ньютонның екінші заңымен шығарылатын есептерде қазір практикада түсіне жатасыңдар. Келесі бізде Ньютонның үшінші заңы. Бұл былай анықталады. Екі дене бір-бірімен әсерлесу кезіндегі күштер бір түзу бойында, ал модулі жағынан бірдей және бағыты жағынан қарама-қарсы болады. Яғни, қараңдар, мына екі жігіт бір-бірін итеріп жүрсе 20 ньютонмен. Мына жігіт те 20 ньютонмен былай ығысады. Мына жігіт те мына аяққа 20 ньютонмен ығысады. Түсінікті ғой, яғни мына формуладан модульге алатын болсақ, екеуі де 20 ньютон болады. Ал бағыттары жағынан қарама-қарсы деп отырған мына минус, бір-біріне қарама-қарсы қозғалады. Минус 20 ньютонмен. Және де бұл Ньютонның үшінші заңымен келетін есептер былай болады. Біткен шана беріп қояды, екі жүкті бір-біріне байлап қояды да, мына аяқ қарай сүйрейді. Осы жерде керілу күшін тап дейді. Керілу күші жаңа арқанның молекулаларының созылуы, бір-бірінен алшақтауы. Сол керілу деп аталады. Яғни мына жерде керілу күші қай жерде пайда болады? Мына екі арқан, мына екі жүкті байланысып тұрған жерде пайда болады, мына жерде. Осы жерде керілу күшін тап дейді. Керілу күші қалай керіледі? Екі жаққа да келеді. Неге? Себебі бұл жерде Ньютонның үшінші заңы орындалады. Бір-біріне қарама-қарсы болады. Мына аяққа да әсер еткен күш, мына аяққа да бір-біріне кері әсер етеді. Түсінікті ғой. Керілу күшін бізде тыңмен белгілейміз. Сонда біз екі керілу күшін қарастырады екенбіз. Бұл Ньютонның үшінші заңына келетін есептер.
осылай кездеседі. Ендеше кеттік, есеп шығарайық. Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы. Жаңа айттым, күш әсер етсе, бізде всегда үдемелі қозғалады. Ол бағана Ньютонның екінші заңымен, F тең болады, ma, осы жерде күш әсер етіп жатқандықтан бізде үдеу пайда болады. Кеттік, келесі. Массасы 60 кг жүргізуші 200 сантиметр бөлігіне секунд квадрат үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші дейді. Жаңағы формуламен, Ньютонның екінші заңымен F тең болады ma. Мына жерде массаны беріп қойды 60 кг, және үдеуді қараңдар, сантиметр бөлінген секунд квадратымен қойып берді. Не істейміз? Метр бөлінген секунд квадратқа айналдырамыз. Яғни 1 метрде 100 сантиметр барын ескерсек, үдеуіміз 2 метр бөлінген секунд квадрат болады. Түсінікті ғой? Енді формулаға қоя саламыз, болды. F тең болады. Массасы 60 кг екен, міне тұр. Өйтілген үдеуіміз 2 кг. 120 ньютон болады. Так, ондай жауап міне тұр, В вариантында. Себебі қараңдар, 0,12 кило деп отқанымыз бізде оның 3 дәрежесі ғой, оның 3 дәрежесі. Енді мына жерден шығарсақ 120 ньютон шығады ғой. Сондықтан В варианты болады. Кеттік, келесі. 4 ньютон күштің әсерінен 0,15 метр бөлінген секунд квадрат үдеу алған дененің массасы дейді. Жаңағы Ньютонның екінші заңымен шығып отыр ғой, бәрі F тең ma. Мына жерде массаны сұрап жатыр. Бір формуланы айналдырып жатыр. M тең болады F бөлінген A дейміз. Енді мына жерде күшіміз бізде 4 ньютон. Так, мынау бізде 0,15 үдеуіміз. Бөлсек 8 болмай ма? 8 килограмм. Ондай жауап міне В вариантында тұр. Кеттік, келесі. Келе жатқан автомобильдің әйнегіне масса келіп соғылады дейді. Массаға және автомобильге әсер ететін күштер қандай болады? Жауап беріп көрсеңдерші. Қандай болады? Ньютонның үшінші заңымен анықталып болды. Әрине бірдей болады ғой, жаңа айттым ғой. Яғни мына көлік келе жатсын. Сурет салып қойайын. Көлік келеді, мына жерде бір масса кетеді. Масса ұшып кетеді. Ол мына жылдамдықпен қатты келе жатады, қандай жылдамдықпен қағады массаны? Қандай күшпен қағады? Ол да сондай күшпен қағалады ғой, короче. Міне Ньютонның үшінші заңын айттым ғой. Мына формула бойынша. Сондықтан екеуінің модулін тауып жібереміз, сонда екеуі бірдей болады. Екеуінің әсер ететін күштер бір-біріне тең болады. Так, сонымен бүгінгі динамиканың алғашқы сабағы түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы уақытта кеңінен қарастырамыз. Ендеше баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.